Қазақстанның орыс тілділері екі депутатқа қарсы шулап жатыр. Мұқаев пен Заитов Ринат екеуі жақында бір ұсыныс жасаған. Қазақ мектептерінде орыс тілі тек 5-ші класстан кейін оқытылсын деп. Осы ұсынысқа орыс тілдерінің бәрі шулап жан-жақтан шу көтеріп қарсы шығып жатыр. Ал біздің қазақ тілі қазақтарымыз сол жайбарақат, түк керек жоқ, тып-тыныш, халқым ай қазағым, осы жайбарақат, намыссыздықтан, жігерсіздіктен бәрінен айырылдыңдар ғой. Тілден де 80% орыс тілінде сөйлейді. Салт дәстүрден де, ұлттық киімнен де барлығын айырылдыңдар ғой. Алдында депутаттар түк жұмыс істемейді, заң шығармайды деп шағымдандыңдар. Енді міне заң шығарайық деп отыр ғой. Енді қолдамаймыз ба соны? Түк расында да бізде намыс жоқ осы. Осы жарымай жүргенімізде сол. Ана 1 миллион шешендер қандай ұйымшыл, тілі десе, діні десе, бізде 15 миллионға санымыз жетеді, қолымыздан боқта келмейді. Енді қолдауға болады ғой, жан-жаққа жіберіп, әлеуметтік желілерді шулатып, таратайық осының бәрін. Ана биліктегілер сонда көңіл аударады. Олар да әлеуметтік желіні қарап отырады ғой. Соған қарай шешім шығарады ғой. Халыққа мынау ұнайды екен, халыққа мынау ұнамайды екен деп. Дәл керек кезінде үндемей қаламыз. Ана Конституциядан алынмадық 7-ші баптағы орыстың мәртебесін. Тым құрмағанда мына 5-ші классқа дейін қазақ мектеплерінде балалардың миын ашытпау керек қой орыс тілімен. Ең бірінші ана тілін үйреніп алсын. Мына Японияда 7-ші классқа дейін бала 14-13 жасқа келгенше басқа тілдерді үйретпейді. Тыйым салынған, мемлекеттік тұрғыда тыйым салынған. Олар тек қана япон тілін оқиды. Әбден миларына, сана сезімдеріне сініп, жүректеріне ана тілі сініп, өмір бойы ұмытпайтын болғаннан кейін барып, басқа тілде таңдайды. Әкесі мен шешесі баласымен ақылдасып, не француз, не ағылшын, не қытай бір тіл таңдайды, соны оқыта бастайды. Керек болса. Керек болмаса, японшасынан оқыта береді. Менің балам тракторист болады, малшы болады десе, оған не керек ол? Ағылшын тілі, француз тілі. Ол япон тілін оқи береді, болды. Олар 150 миллион, бізден 10 есе көп. Соның өзінде тілдерін қырғыштай қорғайды ғой. Тілімізге қауіп төнбесін басқа ұлттардың тілінен деп. 14 жасқа дейін балаларда. Сондықтан олар бірде-бір японша жоқ, япон тілін білмейтін. Солардан үлгі алуымыз керек қой біз. Балалардың тілдері және шығып жүргенде 1-ші классқа барып, өзің ана тілінде, қазақ тілінде дұрыс сөйлей алмай жүргендерге біз орыс тілін оқытамыз, ағылшын тіл деп басын қатырамыз. Ол ең бірінші ана тілін үйреніп алсыншы. Ғалым болады дейді, ол ананы үйренсе, мынаны өрсе деп. Түкте ғалым болмайды. Миы ашып, жарымес болып кетеді. Әлі ол ана тілін үйренген жоқ қой. Сендер оған басқа тілдерді тықпалайсыңдар. Халқын қолдайық, мына 2 депутатты. Әлі толық шешім қабылданған жоқ. Жан-жақтан қолдап, осы заңды шығаратын болатын болса, ол үлкен көмек болады.